Саңырауқұлақ қосылған өте жеңіл, жасалуы оңай салат жасайтын боламыз. Ең алдымен пиязды жұқалап турап аламыз. Табаға сары майды салып, туралған пиязды қосып, жақсылап қызарғанша қуырамыз. Қызарғаннан кейін менде банкідегі шампиньоны, соны қосып, бірнеше минут қызарғанша қуырамыз. Суытып, басқа ыдысқа салып қоямыз. Енді салаттың заттарын тураймыз. Барлық затты 4 бұрыштап турап аламыз. Қиярды тураймыз. Қайнатылған жұмыртқаны турап аламыз. Қайнатылған тауықтың төс етін тураймыз. Қанша мөлшерде керектігін описанияға жазып кететін боламын. Консервідегі жүгеріні қосамыз. Және де көк пиязбен аскөкті турап қостым. Дәміне қарай тұз қосамыз. Және де ас қаймақ, яғни майонезімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Жасалуы оңай, дәмді болып шығатын осы саңырауқұлақтан жасалған салатты жасап көріңіздер. Міндетті түрде сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Осы құрамнан менде 2 тарелке шықты. Каналыма жазылып, лайк қойып, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Алда әлі көптеген тәтті тағамдардың түрлерімен бөлісетін боламын.